Баршаңызға сәлем. Бүгін мен сіздермен алмадан варенье, яғни тосап дайындайтын боламын. Ең алдымен маған тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Ең бірінші бізге алманы жақсылап жуып, шірік жерлерінен тазалап алу қажет. Сондықтан мен алманы осылай турап, шірік артық жерлерін алып тастайтын боламын. Мен блендерден өткіземін, немесе сіздер ет тартқыштан, яғни массировкадан өткізсеңіздер де болады, немесе жай ұсақ етіп турасаңыздар да болады. Мен осылай барлығын шірік жерлерінен тазалап алдым. Менде осы жерде небәрі 2 килограмм алма шықты. Бізге 2 килограмм алмаға 2,5 литр су және 2 килограмм қант қажет болады. Осы екі ингредиенттерден біз сироп дайындап аламыз. Оттың астын қатты қойып, үздіксіз араластырып тұрып, қантты ерітіп аламыз. Қантымыз ери бастаған кезде бізде осындай көпіршіктер пайда бола бастайды. Сол кезде қантымызды үздіксіз араластырып тұрыңыздар, себебі асты жабысып қалуы мүмкін. Осымен біздің сиропымыз дайын, астын сөндіріп қоямыз. Осы аралықта біз алмамызды блендерден немесе массировканың көмегімен осылай мен сияқты майдалап турап алыңыздар. Осылай барлық алманы турап алдым. Енді жаңағы дайын болған сиропымыздың бетіне осы алмамызды салатын боламыз. Осылай алмамызды салғаннан кейін жақсылап араластырып, оттың астын қаттырақ қойып, бір қайнатып аламыз. Алманы салған уақытта сироп пен алманың екеуінің бір-біріне бірігуі өте қиындау болады, сондықтан осылай араластырып тұрамыз. Өйткені асты жабысып қалуы мүмкін. Біздің алмамыз осы кезде қайнап жатыр. Осылай қайнаған уақытта үздіксіз араластырып тұрыңыздар. Алма ұзақ қайнаса да осылай біздің алмамызға сиропымыз сіңбей тұрып қалуы мүмкін. Сондықтан жарты сағат немесе 45 минут қайнағаннан кейін алмамыздың астын өшіріп, бетін жауып, бір түнге немесе 5-6 сағатқа қалдырсаңыздар болады. Мен осы жерде бір түнге қалдырдым, ертесіне таңертең бетін ашқан кезде алмамызға сиропымыз сіңіп, бет астына осылай шөгіп тұрады. Сол кезде алмамызды, яғни вареньемізді 1-1,5 сағат қайнатып аламыз. Осылай алма қайнай бастаған кезде беті көпіршіктеніп, суы жақсылап тартылып, бізде қою тосап пайда болады. Видеоны соңына дейін көрсеңіздер, барлығы түсінікті деп ойлаймын. Біздің вареньеміздің қайнау уақытысы бітуге жақындаған кезде алманың вареньесін құятын банкаларымызды ыстық суға жуып немесе булап аламыз. Содан кейін алдын ала крышкамызды да ыстық қайнап тұрған суға салып қоямыз. Осымен біздің вареньеміз дайын. Осындай ыстық тазартылған банкаға құйып, бірден видеода барлығы түсінікті деген ойдамын. Мен жасаған қағидаларда жасасаңыздар, сіздердің банкаларыңыз атылмай, вареньелеріңіз дәмді және ұзақ мерзімге сақтай аласыздар. Міндетті түрде банкаларыңызды тазартып, булап алуларыңыз қажет.
осындай видеода көрсетілгендей закрывашка қажет, яғни банка жапқыш. Осындай банка жапқыштың көмегімен мен барлығын осылай жауып алдым. Біздің осымен алма вареньеміз дайын, яғни тосабымыз. Міндетті түрде жасап көріңіздер, осындай қою өте дәмді болып шығады. Сіздермен болған Карина, баршаңызға ас болсын.